комментариев. Достар, біздің 2 күн бойы жүрген вагонымыз осы, вагон көріп тұрсыздар, көк кілемше төселген көк кілемшенің бойында жаңа ағаштан жасалған есіктері бар. Мен сіздерге қазір бір бөлмен, мен өзім тұрған бөлмені көрсетейін. 2 күн бойы сіздің пақырларыңыз осы бөлмеде тұрды. Енді журналистер өз көздерімен көрді бәрін. Өздері бүкіл вагонның ішінде сыртына да кірді, астына да кірді, бүкіл қарамаған тесіктері жоқ. Менде давление 120-да 80 болды. Бірақ енді дегендей осы вагонның кесірау деген бір ауру тауып тұрған жоқ, енді өз ойымша. Мүмкін ол болған шығар, бірақ енді жеке өз басымды олай айта алмаймын. Ақтөбеге келгенде қайтадан өлшетті, состояние сондай болды, 120-80. Ешқандай зиян көрген жоқ. Бұл енді пойыздан ешқандай жамандық көрген жоқпыз, шыны керек. Содан бұл жерде біз Алматыдан бастап жолаушылармен бірге келе жатырмыз. Жолаушылардың барлық пікірін біліп келе жатырмыз. Бір адам осындай пойызға ешқандай бір жаман ниет танытқан жоқ. Жалпы алғанда, мынау Қытай вагондары жолаушылардың пайдалануына ыңғайлы. Жаңа айтып жатыр, қыста шын мәнінде жылы вагондар. Мынау жаздың аптап ыстығында мынау климатқа қарай салқын. Вагондар жақсы, кең.